Тағы да бір мәселе бар бізде. Мына қазір объездной мен аэропорттың несі перекрестігі қиылысы бағдаршамнан мына Махамбет даңғылына. Мен бір нәрсеге көзім түсіп отыр. Мына разметкілер Бекет Бойжігітов жол бөлігіне қатысты. Стандартқа сәйкес пе? Қалай вообще? Қалай сызған? Осы биыл сызды ғой. Бұны да актін тексеру керек. Адамдар айтып жатыр, мынаны өзі дұрыс емес деп. Мына технадзор қалай қабылдады? Осылай, осы орталықтағы айналма жолға дейін, осындай сапасыз, қисық қылып, осылай сызып кеткен. Бекет Бойжігітов қазір мына группаларда отыр, байқап отырмын. Мынағанда қазір мен бір сұрағым бар. Мынау еше қаншалықты дұрыс, мынау қалай қабылдадыңыздар? Өздеріңіз келіп қарадыңыздар ма мынаны еше? Кабинетте отырып қол қоясыздар ма, или келіп объектіге қарап бір қол қоясыздар ма? Яғни, егерде объектіге келіп қол қойсаңыздар, оған қалай қол қойдыңыздар, егерде олай болатын болса? Құжаттардың барлығын тексеру керек. Мынаның барлығы қалай сызылған, ят емес пе, термопластик болу керек бұлар деген, я? Солай емес пе? Термопластик қалай сызған мына? Кімдер сызған? Мердігер отолғандар кәсіби мамандар ма? Или болмаса жақсы отқан кәсіби мамандар тарттырып, ортасын тауып, екі двойной сплошной болып кетіп жатыр бір жерлері. Қалай түсіну болады мынаны деген өше? Бекет Елемесұлы, осыған жауап берсеңіздер, бұл жұмыстар қабылданды ма? Бұл гарантия бойынша қайтып сызу керек пе? Мынаны қараңыздар, мынау не зат мынау деген? Дұрыс па осы? Айтып бере қоясыздар ма? Осылай тона неге дейін? Орталықтағы кольцевойға дейін. Қалай сызып кетті? Мына уже сызылып, жойылып жатыр. Қайтып сызсын бізге. Мына екі жағындағы, тағы екі жағында мынандай тек қана осы полоса кіре ма, әлде екі жағында да тағы да бір сплошной полоса өту керек пе? Орталықтағыдай. Махамбет даңғылының ар жағы, кольцевойдың ар жағы, орталық көше, акиматтан ар жағы кезінде алдыңғы жылдар осылай сызды ғой жандарын. Мына жерде тек қана осы бір немен құтылып кеткен жоқ па? Сұрақтар көп ол. Осы сұрақтарға жауап бересіздер ма? Барлық жері осылай әрбір жері өтіп сызып кеткен. Неге үстінен әдемі аккуратно сызбайтын оларға? Осы қалай қабылдады? Қалай қабылдадыңыздар? Технадзор қайда қарап отыр? Барлық жерде мына именно қазір Құлсары газға қарата жақындап жатырмыз. Мынаны қараңыздар, двойной сплошной болып кетті мына жер. Дұрыс па осы? Сұрақ бар ал. Не айтасыздар? Мен ешкімді айыптап отқан жоқпын. Мүмкін мен білмейтін нәрсем басқа. Мүмкін менікі дұрыс емес шығар. Сіздер түсіндіріп берсеңіздер, мына қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? Мына әлгі жатыр, мына қараңыздар, қисық. Мына қараңыздар, мына адам шатастырады ғой. Мына уже мына жерде обгон болады деген сөз ба? Бір жағы сплошной, бір жағы прерывистый. Не деген мынау? Не білдіреді мынау деген? Бізде бар ма мына неде? Жол ережесінде стандартта бар ма?